Қайырлы күн, студенттер. Бүгінгі біздің тақырыбымыз жасанды интеллекттің этикалық және әлеуметтік аспектілері. Жалпы жоспарына келетін болсақ, осы жоспарларды біз бүгін қарастыратын боламыз. Енді алдымен жасанды интеллекттің этикалық және әлеуметтік аспектілері туралы толығырақ айтатын болсақ, жасанды интеллект дегеніміз не деген сұраққа алдымен жауап береміз. Яғни жи, адамның ойлау, талдау, үйрену және шешім қабылдау қабілеттерін модельдейтін компьютерлік жүйелер жиынтығы болып табылады. Қазіргі таңда жи күнделікті өмірімізге ажырамас бөлігіне айналды. Смартфондағы ассистенттер, әлеуметтік желілер, онлайн қызметтер, медицина және өндіріс салалары соның дәлелі болып саналады. Алайда жи мүмкіндіктермен қатар этикалық және әлеуметтік мәселелерді де тудырады екен. Сондықтан оны қауіпсіз және әділ қолдану қазіргі қоғамның маңызды міндеті болып саналады. Енді жасанды интеллекттің этикалық және әлеуметтік аспектілерін біз екіге бөліп жаңағыдай қарастырамыз. Біріншісі бізде этикалық аспектілер болса, екіншісі әлеуметтік аспектілер. Енді бізде этикалық аспектілерге не жатады? Жауапкершілік, әділдік, құпиялық және ашықтық. Әлеуметтік аспектілерге жұмыссыздық, әлеуметтік теңсіздік, қоғамға әсер және технологияға тәуелділік. Яғни әлеуметте айналамызда болып жатқан проблемаларды қарастыратын болады. Енді жасанды интеллект және қоғам тақырыбында сөйлесетін болсақ, жасанды интеллект қоғам өміріндегі үлкен өзгерістерді әкелді. Ол көптеген салаларда еңбек өнімділігін арттырып, процестерді автоматтандыру мүмкіндігін берді. Мысалы, өндірісте жиыл роботтары адамның ауыр әрі қауіпті жұмыстарын атқарады. Ал медицинада ауруларды ерте кезеңнен анықтауға көмектеседі. Білім беру саласында әр оқушының қабілетіне сай бейімделген оқу жүйелері пайда болады. Енді жасанды интеллект және қоғам. Сонымен қатар жасанды интеллекттің қоғамға кері әсері де бар. Оны міндетті түрде айтып өтуіміз керек. Мысалы, автоматтандыру нәтижесінде кейбір мамандарға сұраныс азайып, жұмыссыздық мәселелері туындауы мүмкін. Екіншісі әлеуметтік теңсіздік тереңдеп, технологиялық қолы жететіндер мен жетпейтіндер арасындағы алшақтық арта түседі. Бұл қоғамда әлеуметтік әділеттікті қамтамасыз ету қажеттілігін көрсетеді екен. Енді біз жасанды интеллекттің қоғамға әсері, оң әсеріне біз өндірісті автоматтандыру, медицина ауруларын ерте анықтау, білім беру және жеке оқытуды алатын болсақ, кері әсеріне немесе сол әсеріне жұмыс орындарының қысқаруы, әлеуметтік теңсіздік, технологиялық тәуелділікті жатқызады екенбіз. Енді жиі қолданудағы этикалық мәселелер. Жасанды интеллекттің қолданудағы ең маңызды мәселелердің бірі ол этикалық жауапкершілік. Егер жасанды интеллект жүйесі қате шешім қабылдап, адамға зиян келтірсе, жауапкершілік кімге жүктеледі деген сұрақ туындайды. Бұл мәселе әсіресе автономды көліктер, медициналық диагноз қою жүйелері және қаржы саласында өзекті. Сонымен қатар жасанды интеллект жүйелері адамның рөлін толық алмастырмауы тиіс. Адам бақылауының болуы өте маңызды, себебі моральдық шешімдердің машина емес адам қабылдауы керек. Автоматтандырудың күшеюі адамдардың жұмыс орындары жоғалуына әкелуі мүмкін. Бұл да әлеуметтік жауапкершілікті талап ететін маңызды этикалық мәселе болып табылады. Енді біз жеке деректерді Шифрлау деректерді арнайы кодтайна. Жеке деректерді қорғау Егер жолдары. ақпарат бөтен Жеке адамның деректерді қолына түссе де, қорғау жолдары. оны оқи Жеке алмайды. деректерді қорғау жолдары. Мысалы, Жеке мессенджерлердегі деректерді хабарламалар, қорғау жолдары. банк Жеке деректері, деректерді парольдер қорғау жолдары. шифрланады. Жеке Бұл деректерді деректерді қорғау жолдары. қорғаудың ең Жеке сенімді деректерді тәсілдерінің қорғау бірі. жолдары. Жеке деректерді Аутентификация, қорғау жолдары. қолданушының кім Жеке екенін деректерді тексеру қорғау процесі. жолдары. Жеке Көбінесе деректерді логин қорғау мен жолдары. құпия сөз арқылы Жеке жүзеге деректерді асады. қорғау жолдары. Мысалы, Жеке сайтқа кіру деректерді кезінде қорғау жолдары. пайдаланушы аты мен Жеке паролін деректерді енгізу. қорғау жолдары. Бұл Жеке бөтен адамдардың деректерді қорғау аккаунтқа жолдары. кіруіне жол Жеке бермейді. деректерді қорғау жолдары. Бұл әдісте Жеке екі немесе деректерді одан да қорғау көп жолдары. тексеру Жеке қолданылады. деректерді қорғау Мысалы, жолдары. пароль Жеке симс код, деректерді пароль қорғау саусақ жолдары. ісі. Жеке деректерді Тіпті қорғау пароль жолдары. ұрланса да, Жеке қосымша деректерді қорғаныс қорғау деректерді жолдары. сақтайды. Жеке деректерді Рұқсатты қорғау шектеу жолдары. деректерге Жеке тек белгілі деректерді адамдарға қорғау ғана жолдары. қолжетімділік Жеке беру. деректерді қорғау Мысалы, жолдары. файлды Жеке тек деректерді оқуға рұқсат қорғау ету, жолдары. әкімші мен Жеке қолданушы деректерді қорғау құқықтарын бөлу. жолдары. Жеке Бұл деректерді ішкі қорғау қауіптердің алдын жолдары. алады. Жеке деректерді Арнайы қорғау бағдарламалар жолдары. жүйені Жеке қорғайды. деректерді қорғау Антивирус, жолдары. firewall, Жеке деректерді антишпиондық қорғау жолдары. бағдарламалар. Жеке деректерді Олар қорғау вирустарды, жолдары. хакерлік Жеке деректерді шабуылдарды қорғау анықтап жолдары. алдын алады. Жеке деректерді қорғау Шифрлау жолдары. деректерді Жеке арнайы деректерді кодтайналдыру. қорғау жолдары. Егер Жеке ақпарат деректерді бөтен қорғау адамның қолына жолдары. түссе де, Жеке оны деректерді оқи алмайды. қорғау жолдары. Жеке Мысалы, деректерді қорғау мессенджерлердегі жолдары. хабарламалар, Жеке банк деректерді қорғау деректері, жолдары. парольдер Жеке шифрланады. деректерді қорғау Бұл жолдары. деректерді Жеке қорғаудың деректерді ең сенімді қорғау жолдары. тәсілдерінің бірі. Жеке маңызын білдік. Енді келесі жеке деректерді қорғауда бізде заңсыз қауіп тізбегі ол заңсыз қол жеткізу, деректердің таралуы, қорғалмалы деректер және адамға зиян келтіру болып саналады. Енді әділдік пен
бейтарап мәселелеріне келетін болсақ, жасанды интеллект жүйелері адамдар жасаған деректерге негізделіп үйренгендіктен сол деректердің бір жақтылы алгоритмге де әсер етуі мүмкін. Бұл жасанды интеллекттің белгілі бір әлеуметтік топты, жынысты немесе ұлтты кемсітуін алып келеді. Мұндай жағдай алгоритмді кемсітушілік деп аталады. Мысалы, жұмысқа қабылдау немесе несие беру жүйелерінде жасанды интеллект кейбір адамдарға әділетсіз шешім шығаруы мүмкін. Сондықтан, алгоритмдегі әділдік тұрғысынан тексеру, әртүрлі деректерді пайдалану және кемсітушілікті азайту өте маңызды. Әділ және бейтарап жасанды интеллект құру қазіргі заманның басты міндеттерінің бірі. Енді жауапты жасанды интеллект қағидалары. Жауапты жасанды құру үшін бірқатар қағидалар сақтау қажет. Біріншіден, жүйелі ашық болуы тиіс, яғни олардың қалай жұмыс істейтін және қандай негізбен шешім қабылдайтыны түсінікті болуы керек. Екіншіден, түсіндірілетін жасанды интеллект қағидасы маңызды, себебі пайдаланушының жүйенің нәтижесін түсіне алуы керек. Және сонымен қатар, жасанды интеллект жүйелері қауіпсіз әрі сенімді болу керек. Олар адам құқықтарын бұзбау, қоғамға зиян келтірмеуі тиіс. Бұл қағидалар жасанды интеллектті этикалық тұрғыдан дұрыс пайдалануға мүмкіндік береді. Енді, болашақтағы сын-қатерлер. Жасанды интеллекттің әрі қарай дамуы жаңа сын-қатерлерді тудырады. Адамдардың жасанды интеллектке тәуелділігі артуы мүмкін. Бұл сыни ойлау қабілетінің төмендеуіне әкелуі ықтимал. Сонымен қатар жасанды интеллект технологиялардың әсері мақсатына немесе бақылау құралы ретінде қолданылу қаупі бар. Осыған байланысты халықаралық деңгейде ортақ этикалық стандарттар мен ережелерді қалыптастыру қажет. Адам мен жасанды интеллект арасында тепе-теңдікті сақтау болашақтағы басты міндеттердің бірі. Енді, жасанды интеллект, болашақ, сын-қатерлер, адам бақылауының азаюы, деректерге қауіп, қоғамдық теңсіздік. Енді біз осы жасанды интеллект шығарған өлеңді тыңдап көрсек. Жасанды интеллект, прогрестің бағыты, қоғамда мұның маңызды қабаты. Аппараты үндеу, шешім қабылдар, бірақ етігі шегін әрдайым аңғарар. Қайырмасы әділдік пен бейтараптық негізгі шарт. Әрбір алгоритм жауапкершілік арт. Жеке дерек қолдануы тиіс заңмен. Технология қызмет етсін адамға менмен. Әлеуметтік жасанды интеллект, прогрестің бағыты, қоғамда мұның маңызды қабаты. Аппараты үндеу, шешім қабылдар. Айтып кететін болсақ, бізге ең маңызды аспектілердің бірі, яғни қолданылатын жасанды интеллекттің салаларының бірі ол Magic School AI деп саналады. Ол бірінші бізде сабақтың ұйымдастырылуын қарайтын болсақ, мысалы, сабақтың ұйымдастырылуы бізде суреттерде қарайтын болсақ, бірінші ол өзіміздің мұғалім ретінде қай сабақтан қандай оқушыларға немесе студенттерге қалай сабақ беретініміз жайлы айтсақ болады, және сол арқылы бізге тақырыбымызды және жазамыз, сол арқылы бізге арнайы бір жоспар құрастырып береді. Яғни бұл жоспарды біз сабақтың басы, ортасы және аяғы деген сияқты заттарды қарастыратын болады. Яғни біз сабақтың басында не істеу керекпіз, қандай көрнекіліктер қолдану керекпіз, қандай әдіс-тәсілдер қолдану керекпіз, солардың барлығы анық жазылады. Сол арқылы біз сабақты тиімді әрі жеңіл өткізе аламыз. Енді келесі бізде ол тапсырмаларға сай дәрежелік сұрақтар қою. Дәл осы Magic School AI-ға біз сұрақтар қойдық, яғни оларға промпт жазып бердік. Осы арнайы бір сабаққа біз қандай сұрақтар қоя аламыз деген сияқты біз арнайы запрос жібердік. Сол арқылы бізге, мысалы, жасанды интеллекттің этикалық және әлеуметтік аспектілерін бағалау арқылы бізге 4 деңгейден тұратын сұрақтар қойып берді. Сол арқылы бізде ертең студенттерге немесе оқушыларға сабақ жүргізе аламыз. Ал енді келесі бізде рөлдік ойындар, яғни алған информацияны біз білу арқылы, яғни оны қолдану арқылы
осындай рөлдік ойындарды жүргізсек болады. Яғни бұл жерде біз Magic School Айды алдымен есімімізді жазамыз, және содан кейін бізде арнайы екі ұяшық шығады. Ол бірінші студенттерге арналған, және екіншісі рөлдік ойын. Біз алдымен студенттерге арналған ұяшыққа кірсек, оған өзімізге қалаған сұрақтарды қоя аламыз. Екіншісі рөлдік ойындар. Рөлдік ойында, яғни мысалы осы жасанды интеллектке арнайы бір не қою арқылы рөл қою арқылы сөйлесе аламыз. Мысалы мұғалім мен оқушы деген сияқты. Солай. Ал енді келесі қорытындылай келе, бізде мысалы тест жүргізе аламыз осы жасанды интеллект арқылы. Оған арнайы бір жаңағыдай программа енгіземіз. Яғни осы Magic School Айға 5 сұрақтан тұратын біз жасанды интеллекттің маңызы жайлы, яғни жасанды интеллект жайлы жалпы 5 сұрақ тест құрастырды деп едік. Біз ол бізге алдымен орысша тілінде құрастырып берді, кейін біз оны қазақшаға аудар деген кезде дәл солай сұрақтарды қазақша тілде арнайлап жазып берді. Және сол арқылы бізге ең соңында жауаптарын берді. Осыған орай біз қарасақ болады, біз мұғалім ретінде жасанды интеллект бізге өте қатты маңызды болып саналады. Яғни сол арқылы біздің алдағы білімімізді арттыру арқылы және де уақытымызды да үнемдей алады екенбіз. Енді қорытындылай келе, жасанды интеллект адамзат үшін үлкен мүмкіндік пен жауапкершілік. Ол қоғам дамуын жеделдетіп, өмір сапасын арттыра алады, алайда этикалық және әлеуметтік мәселелер ескерілмесе, қауіпті салаларға алып келуі мүмкін. Сондықтан жасанды интеллектті дамыту мен қолдану барысында әділдік, ашықтық, қауіпсіздік және адам құқығын сақтау негізгі қағида болуы тиіс. Тек осындай жағдайларда ғана жасанды интеллект қоғамға игілігіне қызмет етеді. Жаңа біз осы уақытқа дейін көрсетіліп келе жатқан суреттер, видеолар, музыкалар және де түрлі ойындар мен тесттердің барлығы бізде жасанды интеллектпен жазылған. Сол арқылы біз қазіргі таңда оның пайдасын көрсек болады, бірақ дегенмен ол біздің бағана айтып кеткендей сыни ойлауымызды және тағы да басқа деректердің азаюына алып соғады. Енді назарларыңызға рахмет.